Сәлеметсіздер құрметті оқушылар, менің атым Батырхан, және біз бүгін математиканың ең негізгі тақырыптарының бірі, математиканың геометрия тарауының ең негізгі тақырыптарының бірі үшбұрыш атты тақырыпты өтетін боламыз. Және біз бастамай тұрып үшбұрыштың не екенін, қай жерде қолданатын түрлерін өтіп алайық. Үшбұрыш. Және біздің атынан айтып тұрғандай, бізде үшбұрыш осындай бір фигура, және оның үш бұрышы болады. Бұрыш былай белгіленеді. Ол үш осындай сызықтан және үш нүктеден тұрады. Оның жалпы бұрыштарының қосындысы 80-ге тең болады, сумма. Және бізде әрі қарай үшбұрыштың өзіндік бір түрлері болады. Біріншісі ол дұрыс үшбұрыш. Дұрыс үшбұрыш, оның үш қабырғасы болады, А, Б және С. Бізде мұн жақта А тең болады Б-ға, тең болады С-ға. Яғни бізде осы үшбұрыштың әр бір қабырғасы бір-біріне тең. Және сол себептен ол дұрыс болып аталады. Оның әрбір бұрышы, бұрыш 1 тең болады бұрыш 2-ге, және бұрыш 3-ге, ол тең болады 60 градусқа. Оның әрбір бұрышы 60 градусқа тең. Және келесі бізде тікбұрышты үшбұрыш дейік. Ол бізде былай белгіленеді. Мына жақта ол тік болады, бір бұрышы міндетті түрде. Және мына жақта А, Б және С болады. А, Б тең С. Және бізде мына жақта тек қана тікбұрышты үшбұрышқа қатысты Пифагор теоремасы бар. С квадрат тең болады А квадрат қосылған Б квадрат. Яғни С тең болады түбір астында А квадрат қосылған Б квадрат. Оны мысал ретінде қарастырайық. Мысалы, ойбай, неғып кетті. Бұлай. Мұн жақта мысалы 3 деп алсақ, мұн жақта 4 деп алсақ, бізде С-ны табу керек. С тең болады түбір астында 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты тең болады түбір астында 9 қосылған 16. Ол бізде түбір астында 25-ге тең, және ол 5-ге тең болады. Және біз солай тікбұрышты үшбұрыштың үшінші қабырғасын оп-оңай тауып аламыз. Келесі, үшіншісі, ол бізде тең бүйірлі үшбұрыш. Бүйтіп былай солайық. Және оның екі қабырғасы бір-біріне тең болады. Мынау А болса, мынау Б болса, А тең болады Б деп аламыз. Мынау Б. Және мына жақта екі бұрышы, мына жақта 1, 2 деп алайық. Бұрыш 1 тең болады бұрыш 2-ге. Бұл тең бүйірлі үшбұрыш, және оның екі бүйір қабырғасы тең болады. Мынау С, ол табан. Так. Әзірше осы үш түрлі үшбұрышпен тоқтайық. Және мына жақта өзіндік бір ауданын табу формулалар бар. Ең танымалы ол S тең болады 2-ден 1 А, Б синус альфа. А, Б дегеннің сол екі қабырғасы, және синус альфа деген альфа бұрышы, ол сол екі қабырғаның арасындағы бұрыш. Мысалы, біз үшбұрышты алайық. А, Б. Мына жақ бұрышы альфа болады, және біз сол альфа арқылы нені табатын боламыз, аудан табатын боламыз. Мысалы, мына жақ 30 деп алсақ, мына жақ 2, 2, 3 деп алсақ, мысалы. Сосын бізде аудан тап дейді. S тең болады 2-ден 1 көбейтілген 3, көбейтілген 2, көбейтілген 2, көбейтілген синус 30 тең болады 2-ден 1 көбейтілген 2, көбейтілген 2, көбейтілген 2, синус 30 бізде 2-ден 1-ге тең. Және бізде былай қысқарады, былай қысқарады, және бізде нәтижесінде 1 болады. Және яғни осы үшбұрыштың ауданы 1-ге тең болады. Келесі бізде Кирон атты формула.
келесі ол бізде геронат форма болады. Burasында пи, және п минус а, п минус б және п минус с. Және мына жақтағы пи ол а қосылған б қосылған с. Ол бізде жарты периметр кетеді. Осындай бір формула бар. Тағы да бір келесі формула бар. Істен болады. 2-тен 1 а h. Ол h деген мысалы осындай бір үшбұрыш бар. Және оған осылай бір биіктік түсірілді. Ол бізде h-қа тең. Және біз сол а деген ол сол биіктік түскен қабырға. Мысалы мынау 4 болсын, мынау 2 болсын, және s тең болады 2-тен 1 көбейтілген 4 көбейтілген 2. Мынау 2 қысқарады, 2 болады, яғни бізде 2 көбейтілген 2 4 тең болады, және бізде осы үшбұрыштың ауданы s тең болады 4. Тағы да бізде келесі ол бисектриса деген зат бар. Орыстарда бір скороговорка деймін ба. Бисектриса — это крысы, которые бегают по углам и делят их пополам деймін. Яғни бізде үшбұрыш бар. Үшбұрыштың бір бұрышы бар, және сол бұрыштан шыққан сызық мынау екі бұрышты теңдей бөлсе, ол бізде бисектриса болады. Кешірім сұраймын, кішігірім ақаулар болып қалды, және бізде келесі ол мысалды көрікке қарастырайық. Бізде нақты бір үшбұрыш бар, үшбұрыш бар деп атайық. Мына жақта осындай бір үлкен үшбұрыш бар. Мына жақтағы бұрыш 60 градус деп айтсақ, және мына жақта егер бисектриса бар болса, мына жақта бір бисектриса бар болса, ол мынау бұрышты 30 градустыққа бөледі. Яғни бізде бисектриса нақты бір бұрышты ровно 2-ке бөледі, теңдей бөледі болады. Келесі ол бізде біз айтқан биіктік, ол бұлай міндетті түрде тік болып түседі, ол h-қа тең. H бізде биіктік деп белгіленеді. Айтатын зат онша көп емес, ол жыл. Тағы да келесі ол бізде медиана деген зат бар. Медиана деген нақты бір нүктеден түсіп, екі қабырғаны бірдей бөледі. Егер де бізде осыған дейінгі бисектриса қабырғаны бұрышты 2-ке бөлген болса, медиана бізде қабырғаны 2-ке бөледі. Енді мысал қарастырайық. Жанында тағы да бір үшбұрыш салып жіберейін. Және бізде мына жақта бір медиана бар. Медиана. Және бізде мынау жалпы 12 деп айтайық. Мынау бізде 6-ға тең болады. Себебі бізде медиана ол бұрыш, ол қабырғаны 2-ке бөледі. Және осымен аяқталды деп ойлаймын. Үшбұрыштың ең негізгі тақырыптарын сіздерге түсіндірдім, және сіздер түсіндіңіздер деген ниеттемін. Жақсы, каналға тіркеліп, активность білдіріп, түсінсеңіздер түсініп, түсінбесеңіздер түсінбедім деп жазып кетіңіздер. Үлкен рахмет.